күшті өтті негізі басында 38 километр тоқтамай жақсы программамен жүгірдім. Сосын 38-ден кейін судороги басталып кетті. Сөйтіп тоқтап жүгіріп әрең жеттік. Нормально пойдет. Бірінші рет пойдет. Я 42-ні бірінші рет өмірінде марафонға қатыспаған, бірақ 42-ні бірінші рет жасап тұрған, бұл ерлік деп ойлаймын өз басым. Сол құтты болсын. Жеңіс қой енді біз үшін. Ура! Машина норвежканың артынан жүгіремін. Енді өмірлік жолдасым болғасын мынандай сүйеме деп келе жатырмын. Аяққа деген күш түскен. Қазақшасы қалай екен? Бұлшық еттері кәдімгідей анандай дір-дір етіп, содан 38 километрін жақсы жүгіргенде, қалған тоқтамай жүгіргенде, содан кейін сондай бұлшық еттері дейтін судорога ұстап, сосын ана қыздар қайда екен? Аман екен ғой. Сосын 38-ден кейінгі 4 километрін тоқтап жүгірген. Бірақ оның өзі қайда? Қазір енді ақсаңқырап келетір. Апамызды демалдыртып отырмыз. Қонақ үйімізге келіп, бөлмемізге. Қалай сонда? Жалпы қалай болды? Жалпы күшті. Басы бәрі уақытымен. Андай қалыпты бір кіммен скороспен жүгіретін кімдер бар? Адамдар. Соның артынан тұра қалсаң, сонымен жүгіруге болады. Сөйтіп уақытты қарай бермейсің да. Соны 38 километр соны адамның артынан жақсылап жүгірдім. Кішкене қалғанда буквально 4 километр. 4 километр қалды. Судорога басталып кетті да. Сөйтіп тоқтауға тура келді. Сөйтіп тоқтап судорога қатты ұрып жүрді. Ол ондай бұлшық еттерге және орысша айтқанда судорога дейді ғой, ондай болмас үшін әрекеттер істелінді ме? Негізі по плану су ішесің. Электролит деген суға араластыратын витамин бар, соны ішесің. Ол жаңағы судорогтан көмектеседі. Бірақ соның өзінде де білмеймін енді. Дене сондай қойды. Бірақ ол 38-дің өзі қайда? Біздер құрттай жаңа 500 метр жүгіргенде тіліміз салақтап қалды. Ол деген 42-ні бітіру деген. Уақытымнан кішкене қалып қалдым. Мұнде жанашырларың. Біздер дейтін енді шыққан жоқпыз ғой, тек сені бір рет қана көрдік жүгіріп келе жатқаныңды. Бірақ біздердің естігеніміз жедел жәрдемнің кәдімгі сиренасын естідік. Сонда кісілер құлап қалып жатырды ма? 3-4 адамдай жол бойы көрдім. Әсіресе соңына қарай жетейін деп жатқанда 3-4 адам жол бойында жаңағы скорый помощь келіп көмектесіп отыр. Сөйтіп жүгіретін шамалар болмаған. Алып кетті оларды больницаға? Білмеймін, оны сол жерде көмек беріп отқан. Жақсы. Ары қарай не болғанын білмедім. Жарайды. Сондайға. Басты сондай болып болмай, сол мәресіне жетіп, аман есен. Сол, әйтеуір жеттік қой. Бір нәрсе қылдық. Жарайсың. Қызы өзінің медалін, Томидің медалін беріп, өзінің медалін беріп, папасын 3 дүркін чемпион қылып жатыр. Таға қой өзіндікін. Ал папасы 3 дүркін Тронхейм марафонының чемпионы болып жатыр. Алақай! Жұмабаева медальдары.